Демократия сөзі грек тілінен шыққан. Демос – адамдар және кратус – билік немесе басқару. Сондықтан демократия сөзі негізінен халықтың үстемдігі деген мағынаны білдіреді. Демократия алғаш рет грек қалаларында, әсіресе ежелгі Афиналарда тікелей демократия ретінде пайда болды. Онда адамдар қала немесе мемлекет билеушілері алдындағы өз мәселелері мен пікірлері туралы сөйлесуге жиналған. Тікелей дауыс беру арқылы жаңа ережелер мен заңдар үшін дауыс беріліп отырды. Сол арқылы ол демократияның отаны атанды. Алғашқыда шешімдерді билеушілер емес адамдар қабылдаған. Бірақ өкінішке орай ежелгі гректер адамдарды бірдей деңгейде көре алмады. Құлдар, әйелдер, балалар және жері жоқ адамдарға дауыс беруге рұқсат етілмеген. Бірақ біз бұны бүгінде өзгермейлі демократия деп атаймыз. Гректер бірінші ғасырда билік пен ықпалдан айырылғаннан кейін демократия нысаны басылып қалды. Бірақ 1215 жылы ұлы хартияға қол қойылғанға дейін Англия патшасының қалағанын жасауға кедергі келтірді. Оның орнына патша елдің конституциясында бекітілген ережелері мен заңдарын ұстануы тиіс болды. Демократтардың көпшілігі тікелей немесе өкілетті болып табылады. Демек сіз жаңа заңға дауыс бере алмайсыз, бірақ сіздің мүдделеріңізді білдіретін заң шығаратын адамдарға дауыс бере аласыз. Бірақ демократия тек дауыс беру ғана емес, нәсіліне, жынысына, саяси нысандарына немесе дініне қарамастан халықтың мүддесін қорғау, өмір сапасын арттыру, инфрақұрылым және тағы басқалар болып табылады. Қазіргі демократия билікті үш түрлі тармаққа бөледі. Бірінші заңнамалық, заң шығаратындар, екінші орындаушылық, заңға бағынуды қадағалайтындар, үшінші соттық, қылмыс жасалған жағдайда соттайтындар. Барлық үш тармақ бір-бірінен тәуелсіз және бақылау таразысының процесін сақтай отырып жұмыс істейді. Барлық жұмыс ашық түрде және әділ болуы тиіс. Бұл өте маңызды. Билікке ие адамдар заңға бағынып, өз өкілеттіктерінен асып кетпеуі керек. Демократиялық үкімет өзі басқаратын қоғамның қалауы мен құндылығын көрсететін жолмен жұмыс істеуі тиіс. Сондай-ақ белгілі швейцариялық философ Жан-Жак Руссо әзірлеген тұжырымдамасы болып табылатын ортақ ерік ретінде белгілі. Демократияның дауыс берудегі мәселелердің бірі адамдардың үлкен топтары әрдайым көп күшке ие болады. Сондықтан дұрыс демократия шағын және әлсіз топтардың құқықтарын қорғайтын заңға ие. Көпшілік азшылықты бөлуі, оларға зиян келтіруі мүмкін. Демократияда орын ала алмайды.